Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі пышный болып шығатын оладьидің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен қантты салып жақсылап, көпіргенше араластырып шығамыз. Барлығы араласып болғаннан кейін үстіне қопсытқышымызды салып, яғни разрыхителімізді қосып, тағы да бір жақсылап көпіргенше араластырып шығамыз. Енді сүтімізді қосып, оны да араластырамыз. Ұнымызды осылай 2-3 қасықтан қоса отырып, ешқандай түйіршік қалмайтындай жақсылап араластырып шығамыз. Біздің массамыз осындай болу керек, қатты қою, қатты сұйық та емес. Енді табамызды қыздырып, ішіне кішкене май құйып, осылай бір қасықтан құя отырып, жақсылап пісіріп шығамыз. Осылай көтерілгеннен кейін екінші жағын ауыстырып пісіреміз. Қыздар, менің каналымда шығып отыратын жаңа видео рецепттерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Күн сайын жаңа видео жүктейтін боламын. Біздің құймақтарымыз дайын. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздермен болған Жансая. Келесі кездескенше.